достар, сіздермен бірге мен Алмас X. Бүгінгі видеода мен обзор түсіретін боламын. Ол енді қандай обзор деп ойласаңыздар, ол PEM деген браулерге түсіретін боламын. Мен оны қазір ғана түсіріп алдым. Сөйтіп екі-үш рет кішкене ойнап та көрдім. Оны енді қалай түсіріп алдым деп ойласаңыздар, мен маленький сундук жиналды, сосын ашып қайым, сразу алдыма PEM шықты. Бірақ мен оны видеоға түсіріп те, скриншот істеп те үлгере алмадым, кешіріңіздер. Енді біз оның сразу здоровьясын мен атакасын көретін боламыз. Болды. Енді қазір PEM басайық. Ол енді эпический браулер, өздеріңіз білетіндей лекар дейді. Енді оның здоровьясы 4300, атакасы 240. Енді ол шаршатып атады, көп, өздеріңіз білетіндей. Ал оның жизнь, толтырады, ондай түрелі бар мұның қасында, плюс болып тұрады. Ол енді в секунду 320 қолына қосып тұратын болады. Ал енді PEM-нің өзінің түріне келетін болса, оның қолында татуировкасы бар. Қазір дұрыс айтамаймын. Қолында татуировкасы бар, сосын құлағында Т деген әріп бар, сосын артында сумкандай пылесос сияқты бар, өзіне қарай тартпайды, келістер жібереді, бір мусорларды ма сондай сияқты. Оның түрі осындай. Енді біз онымен ойнайтын боламыз. Енді біз столкновение парный ойнаймыз. Енді кеттік. Міне поиск игроков болатыр. Сразу басылып кетті. Енді кіммен болады кіммен? Джин дейді. Джин енді өзіме қатты ұнамайды екеме. Алдыңғы видеода Джин туралы обзор түсірген, ол қатты ұнаған жоқ еще. Андай сундукты қанша ататқаннан әрине енді жады, бірінші сыйласы. Қатты ұнаған жоқ, енді PEM кішкене ұнап тұр. Кімнен қарағанда, оппа, өлдің ей, қаш. Жан-жақтан қысым кетті, өліп қалдым. Бекер ортаға бардық. Мен саған 2 түрел сразу кетіп қалды. Маған 0 берді, алғанда жоқ, бергенде жоқ. Сразу видей деп қайттан келейік, сол кезде қайтып. Бір нормальный адам түсе екен, Джин маған вообще ұнамайды. Бірақ кейбір мықты ойнайтындар бар Джинмен де. Бірақ енді дұрыс ойнай алмаймын мен. Оппа, Биби екеуміз, нормально. Давай, Биби ойбай қатып кетті, кешіріңіздер. Кейбір кезде қатып кетеді, соның кесірінен кейбір кезде ұтылып қаламын. Қатты жыным келеді. Ана сундыққа енді ешкім емесін, жақсы болып еді. Келмейтін жар, Биби сен өзің өлтіре бер. Менен ала берейін. Қанша неден? 3 банка сразу қалып тастайды. Ал енді бірінші сыйла ешқандай банка алмасақ мен көрдім, ішінен алады екен. Сразу 3 атқаннан алады, ойбайын. Және Бибиға дейсін өтіп, не істеп өтіп. Давай, Биби қашып кетті, мен саған келемін. Шықсынлар. Өлесіңдер, кетіңдер. Кеттік шөптің ортасымен барайық енді. Крисалар баша шөпте. Бармаймызда, бараймызда білмеймін. Бармақ қойып. Сияқтан кішкен криса болып тұрайық. Опа, уже 3 команда, қазір ғана 5 команда болып тұрды. 2 команда сразу жойылып кетті. Инаны өліп сайық, сразу ойбай тартылып, жын сияқты. Ойбай, Биби сразу өліп сады, қазір сен де өлетін сияқтысың. Қазір мен шықсам, жақсы болатын еді. Қаш. Қана Биби өліп сайды. 10 банкасы бар екен, тағы қасында досы, Пайпер деген. Екеу жота бірінші орынды алайын деп тұрған. Ғана команда дел өліп сандаш, хотя екінші орын болайық. Ё-май, Пайперін жаман көп жиналады ғой. Қаш, Биби. Өлесің қазір жынды. Қаш. Хотя екінші орынды алып кетейік. Арна өлмей кетті, оппа, олардың жиыны өлді. Вовн өлсе, оппа. Кроу Вовн деген адамда өлді. Секірді анау еще. И сразу өліп сады, и аналарға үйлемат. Ол ұтылдық. Хотя бы екінші ранг. Хотя бы екінші ранг. 7 плюс алдық, сразу 4 рангқа көтеріліп кеттік. Бұл енді нормально. Енді 20 не алдық. Мынандай жетон сияқты бәлдерді.
И бізде бір сундук дайындалды. Дайындалды. Берді и жемей деген. Екі сейт аша салайық, бірақ сундук бар өзімізде. Күтейік. Что-то ұзаққа кетті, не болды. И ашайық. Жақтым бермейді. Хотя ПМ-ға силай берсе болады. Енді біз видеоның соңына келіп кепте айта аламын. Енді келесі видеоны енді қашан шығатынын айтайын. Енді күнін айтамайын, бірақ енді мен 7000 тәжірибеге жетсем, келесі видео міндетті түрде шығатын болады. Енді мен алдыңғы видеода тағы да осылай түсіргем, мега ящикті ашып, андай ашып. Ол сол кезде дем түскен болатын, ол енді бірінші часть, бұл енді екінші часть болды, сосын қалай как выбить легендарку деген сол кезде түсірген болатынмын. Енді бұда да сондай түсіретін боламын. Енді әр 1000 трафиге жеткенде мега ящик береді ғой. Сол әр мега ящикқа видео түсіретін боламын. Бұл енді көп. 10-нан 12-ға шейін кететін болды. Мега ящикқа дейін 4-5 қапты. Бірақ бұған жету әлі ұзақ. Енді ПМ-нің түрі туралы енді айтып қойдық, нормально. Өзім ой толықтау екен. Енді достар, осы обзор мен қанша обзор түсірді ойласаңыздар, мен қанша обзор түсіргем өзім. Өзімде ұмытып қалдым, көп обзор түсіргем, көп дегеннен 4-5 шығар или. Әйтеуір осы ПМ-ға түсірдім. Қазір ғана енді түсіріп жатырмын. Сосын Джин деген персонажға түсірдім. Тағы қайсы еді, ұмытып қалдым мен. Енді көп болды где-то. 2 шықты да 3 апта өтіп кетті. Обзор түсірмей келі. Енді обзор түсірмей келі деп болып. Ол кезде где-то 2 апта обзор түсірмей кеттім. Қазір енді түсіріп жатырмын. Енді тағы да жаңа біреулер түссе мен обзор түсіретін боламын тағы да. Бірақ енді скриншот жасап енді үлгерсем болды ең бастысы. Енді достар, осы видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, неше түрлі комментарий жазыңыздар. Сосын осы ПМ деген персонаж ұнаса енді лайк басыңыздар. Енді ПМ енді көптеген адамдарға ұнайды. Сосын комментарийда енді любой комментарий жаза беріңіздер. Мен бәріне де лайк басатын боламын. Ал видео ұнамаса дизлайк басыңыздар. Дизлайк баспай қойыңыздар. Диз деген алып тастап лайк баса беріңіздер бәрінде. Егер жалко болмаса. Ал енді сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, немесе видеоларымды көріп бірақ әлі подписаться етпесеңіздер, қызыл кнопка табады подписаться деген, соны бассаңыздар соға айналып кетеді. Мен де білмеймін. Ол YouTube'тың бір сондай магиясы, білмеймін енді. Енді басыңыздар, мен оны уже көргем, сіздер де басып көріңіздер, подписаться деп басыңыздар. Ал енді қасында оны колокольчик деген сөз тұрады, колокольчик деген сөз деп ғой. Короче, колокольчик сурет тұрады, соны басыңыздар. Сол кезде менің видеомды ешқашан өткізіп алмайсыздар және ең бірінші болып көретін боласыздар. Сосын ең бірінші көргенде бірінші лайк басасыздар, бірінші комментарий жазасыздар. Енді көбісі сөйтіп мақтанады. Қалай видеодан көргенмін. Енді достар, сіздермен бірге болған мен Алмаз X. Сау болыңыздар.